Бір анадан ала да құла да туады деген рас екен. Үлкен екі қызымның арасы бір жас. Екеуі кішкентайынан тете өсті. Біреуіне киім әперіп, екіншісін кейінге қалдырсаң, үйде қырғын топалаң болады. Осы сендерді бауыр деп кім айтады? Ит пен мысық сияқтысыңдар, деп ұрсушы едім. Шынында, екеуі бір сөзге келмей шарт-пұрт кететін. Үлкенмін деп әпкесі, кішімін деп сіңлісі қоймайды. Арасына түсе беріп шаршаушы едім. Өсе келе бақталастықтары біршама азайған сияқты болды. Себебі екеуі екі мектепте оқыды. Екі бөлек университетке оқуға түсті. Таңертең кетіп, кешке бірақ көретін болған соң, бұрынғыдай шапылдасудан құлақ тыныш болған. Сөйтіп жүргенде үлкен қызым тұрмысқа шығатынын айтты. Оқуын бітіріп, мамандығы бойынша жұмыс істеп, нан жегізіп қойғасын, аяғына тұсау болғанымыз жарамас деп, өзінің сүйген жігітіне ұзаттық. Обал не керек, қызымның барған жері жақсы болып шықты. Құда-құдағиым да, күйеу балам да дәл өзім армандағандай адамдар екен. Тура мен сияқты екі қыз, үш ұл тәрбиелеп отыр. Қызымды өз қыздарынан кем көрмей, мақтауын асырып отырады. Үлкен қызымның қазір екі баласы бар. Үлкен үйді тербетіп, тірлігін игеріп кетті. Мендегі мәселе екінші қызым. Негізі теттейінен екеуінің керісіп, шексіп қалуына осы қызымның қырсықтығы себеп болатын. Бір басына жетерлік мінезі бар өзінің. Тірлікке сәл салақтау, еркек шоралау еді өзі. Ойпырмай, осы қыз қандай жерге келін болар екен, деп іштей уайымдап жүруші едім. Сол қызымды жақында жігіті алып қашты. Мама, үйге екі кісі келіп тұр, самалда алып қашып кетіпті, деп балам звондағанда жұмыста едім. Жолай дастарханға қоятын тәте түткемді түгелдеп жетіп бардым. Барсам, байырғы құдаларым тұр есік алдында. Аң-таң боп қалдым. Келген кісі туған құдамның інісі, біреуі күйеу баласы екен. Сіздер мұнда қайдан жүрсіздер? Деппін. Сөйтсем, құданың інісі, жағдай осылай боп қалды. Самал қызыңыз құдаңызға келін болды, деді. Шыны керек, құлағым шыңғылдап, жағдайды әлі дұрыс түсіне алмай, біраз отырып қалдым. Құдалардан түсінгенім, Самалмен туған құда бала ешкімге айтпай, бір жылдан бері кездеседі екен. Оларын жан баласына білдірмеген. Білген жағдайда да екі жақтың қарсы болатын екеуі де сезген шығар. Сосын құда балам қызымды келісіммен алып қашқан. Тіпті туған құдашаны келіншек етіп әкеле жатқанын құда-құдағиға да айтпапты. Маған хабарласып, жағдайды айтуға бата алмаған құдағиым хабаршыларды елші етіп жіберген. Мен сіздермен барамын, қызбен өзім сөйлесемін. Апалы-сіңілі екі қызының бір үйге келін болғаны өмірде болмаған жағдай. Үлкені мақұл, кішісінде ми жоқ па? Үй ішінен үй тіккен нес? Басқа жігіт құрып қалғандай, деп ашуланып, құдамның ауылына жетіп бардым. Барсам бәрі үрпиісіп, құдағи не айтар екен деп, маған қарап қапты. Дереу басына орамал салып отырған қызымның бөлмесіне кіріп бардым. Самалы мүләйім боп қалған, сызылып, басына ақ орамалды салып апты. Әй қыз, жынданғаннан саумысың? Мынауы не масқара? Деп басындағы орамалды жұлып алдым. Түс алдыма, жаныңның барында шық мына үйден, ұятай, мына құдалардан ұялмай қалай келдің? Деп жылап жібердім. Сөйтсем, қызым сасар емес. Мама, менде артқа қайтатын шанс жоқ. Менің аяғым ауыр, деп төбемнен дәу қара тасты тастай салсын. Әңгімені ұзатып қайтен, қызым амал жоқ сол үйге келін болып қалды. Құдаларында аяғы ауыр дегенді естігесін үндей алмады. Беті шарын өткізіп, тойын істеп берді. Баяғы ырду-дырду қайта басталды. Үлкен қызым екі баласымен шаршайды ғой. Сөйтіп, сіңлісіне мына тірлікті істей салшы деп абысындығын жасайды. Оған көнетін Самал бар ма? Әпкесіне еркелеп, менің сабағым бар, жүрегім айнып тұр, деп ішіп жеп орнынан тұрып кете салады екен. Мама, мына қызыңызға бірдеңе демесеңіз болмайды. Ұйқысынан түсте тұрады, төсегі күні бойы жиналмайды. Ата-ене мұндайға үйренбеген, жақтырмай жүрген сеземін. Әсіресе енем
сіңліңе жайлап ескер деп маған айтып жүр. Осы уақытқа дейін келін боп бір рет тамақ істеп бермеді. Не ыдыс жумайды, үйді де жинамайды, деп үлкен қызым арызданып отыр. Сен енді баяғы ерке тотай емессің, етек жеңінді жинап жүр, әпкеңе көмектес деп жайда қатты да айтып көрдім. Тыңдамайды. Істеп жүрген тірлік еді ғой, не боп та ары қарай жалғастыра берсе. Дереу абысын екенін көрсетіп, маған тиісіп қалу керек деп бұртиып қалады. Уақыт өте келе өзі үйренісіп ұялғанынан істеп кетер деп үндемей араласпай жүрдім. Қай бір күні құдалардың үйінде әжептәуір жанжал бопты. Үлкен қызымның ыстығы шығып, тұмауратып, жатып қапты. Құдағи да бір жаққа кетсе керек, сол күні кешкі тамақ істелмеген. Жұмыстан арып-аршып үлкен күйеу балам келсе, дайын тамақ жоқ. Алдымен әйеліне барған. Оның ауырып жатқанын көрген соң, балдызым ғой деген оймен Самалға сөйлеген ғой. Әпкең ауырып жатыр, ал сен күні бойы үйде отырсың. Тым құрыса картоп қуырып қоя салмадың ба? Деген шығар. Сөйтсе Самал шапылдап қайнағасына сөз қайтарған. Ол да жездем ғой деп өзімсінген шығар. Анау сіңліңе айт, еркелігін көтеретін адам жоқ, деп күйеу балам әйеліне сөйлеген. Бәрінің у-шу боп салғыласып жатқанын жұмыстан келген құда естіген. Қысқасы, ағайындылардың арасында содан кейін бір салқындық пайда бопты. Әркім өз әйелінің сөзін дұрыстап шыққан-ау. Құдағи, айтпайын десем болмай тұр, айтайын десем сіздің жүрегіңізді ауыртып алам ба, деп құдағиым хабарласты. Салтанат пен Самалға қарап апалы сіңлі деп айта алмаймын. Қайта екі жақтан түскен абысындар тату бұларға қарағанда. Екеуіне өзіңіз басу айтып жөнге салмасаңыз, мен екі оттың арасында қалғандаймын, деді. Бәленің бәрі Самалдан шығып жатқанын мен де білем. Ыңғайсыз ештеңесі жоқ. Енесі болған соң ширатып алыңыз, деп айттым. Менің сөзімнен кейін құдағи Самалды жеке шақырып алып, ақылын айтқан шығар. Сөйтсе қызым шарт-бұрт кетіп, киім-кешегін жинап, маған қашып келіпті. Ажырасам деп бұлданып отыр. Ол үйде бәрі салтанатты сыйлайды, мен адам емеспін, бәрі тиісе береді, дейді. Қарап отырып, қан қысымым басыма шапты. Қалай келсең, солай кет. Мен сені сол үйге зорлап берген жоқпын, деп айқайладым. Менен қолдау таппаған соң қызым күйеуін шақырып, екеуі Алматыға қашып кетті. Бізді іздемеңдер, біз енді бөлек кеттік, депті. Босанатын күнің жақындап қалды, ақымақ болмай ауылға қайт деп айтсам, тыңдамайды. Енді не істерімді білмей отырмын. Құдай сана бермесе қиын екен. Бәрінен де құдаларға қарайтын бет қалмады.